кезде Ояздың орталығында қазір мына біздің гарнизондар бар осында, Қазақстан мемлекеті. Ортаға осылай болған, Аягөз өзені, мына жерде Аягөз өзенінің бойы. Осы жерде алғашқы Аягөз округінің орталығы осы жерде салынған. Бұл қазір не? Бұл әскери гарнизонның қарауында. Сергеополь военный городок деген осы ма? Иә, осы ген. Шет анау басынан кетті. Осы ішінде қалып қалды. Осы ішінде жаңағы тарихи орындар көп. Осының ішінде қалып қалды ма? Иә, ішінде біраз бар. Оны жазалап көрейік, оны арнауға болады. Қазір кіргізбейді дейсіз ғой? Қазір керек жоқ, қазір енді уақыт кетеді. Иә. Мынау приходская школа болды дедіңіз ба? Самого приходская школа, шіркеу болды. Осының ішінде? Не, осының ішінде. Шіркеу деген церковь деген сөз ба? Церковь. Орыстың. Оны не кімдер? Орыстар сатып қойған ба? Орыстар саған. Қай жылы? 1841 жыл ма? Кім үшін? Өздері үшін салған ғой енді. Әскерлер келді ғой, содан Ояздың өкімет келді. Олар христиан дініне шоқынып, олар молдалар, поптар бар, солардың бәрі нету керек қой. Сол үшін салған. Содан мектеп салған. Әскерлердің балаларынан орыс тілінде. Орыстардың деген. Иә. Сол кездерде. Да, не деген. Какое страшное время было для казахов, да, сол кезде? Содан кейін мына Ақтайлақ Байғара деген біздің аталарымыз бар, мына неде. Сол өмір сүрген, сол ойлап мына Түркістаннан молдар алдырған ғой шығыстан. Тұра тұрыңыз, қалай кім? Ақтайлақ Байғара. Ақтайлақ Байғара деген? Иә, Байғараның баласы Ақтайлақ. Осы Сыван елінің Сыван орналасқандағы ең мықты би болған. Би? Ақтайлақ би? Ақтайлақ би. Енді онан Байғара, Аягөз орталық болып ол кісі қайда өмір сүрген? Осы міне мына Сергеопольда? Осы Мамырсуда? Ол кісі мына орталығы мына Сарыарқада. Содан Байғараның несі мына Құндыз деген жер бар мына Ақшатаудың ар жақ шетінде. Сол жерде мекен. Ақтайлақ би болған? Би, қазақтың мына осы жақтағы үлкен. Судебная система казахов того времени. Судебный система, сол билік бәрін жүргізеді. Мына жақта Ояздық, соған көмектес. Мысалы, қазір депутаттар бар ғой, мәслихат деген сияқты ғой. Бірақ олар ол кезде сот жоқ, сотта билер шешеді, прокурор да сол, милиция да сол, ақсақалдар да сол. Үлкен рөлі болған. Ол мына Оязға қарағанда үлкен рөл. Бірақ оларға ерік беріп, жаңағы көтеріс бірдеңке болу үшін олармен келісімге келіп рұқсат беріп отырған. Содан ол Ақтайлақ би әкесі Байғара бір кезінде алып келген осы Аягөздегі жаңағы діни өкілдерін оқытуға, балаларын оқытуға, медресе салуға. Содан ол кісі бір 30 шақты семьяны көшіріп әкеліп, сонымен қай жақтан көшірген? Мына Түркістан жақтан әкелген. Қазақ шоқынып кетпесін деп Ақтайлақ би Түркістан жақтан молдалар әкеледі. Молдалар, қожалар да әкеледі. Қожалар да әкеледі. Қазақтың жаңағы орыстанып шоқынып кетпес үшін мақсатында. Оның бір тармағы мына Мұхтар Әуезовтің аты бар. Абайға кетті. Бір бөлігі мына Ақсуат жаққа. Содан мына бәрі медресе сап. Сонда Түркістанның қожалары келеді, иә? Соны қолдап, Ақтайлақ биді қолдап. Ақтайлақ билер көшіріп алады. Көшіріп әкеп бүкіл жағдайын жасайды. Олар бай болған ғой, билер бай емес па? Бай ғой, оған жер береді, жаңағыдай жағдайын жасайды, бәрінен жасайды. Балаларын оқытады. Қазақтың бәрі феодалдық заманы ғой. Иә. Сонда сол тыңдайды. Соның патша өкіметі болған соң, оған қосымша сұлтандар тағайындап қойған. Сұлтан. Оязбен бірге. Сұлтандар баласына болыстар дейді. Содан бөліп қойған ғой, сонда. Бұл қай жылдары? Бұл 1000 революцияға дейін болыстық болған сұлтандық 1864 тоқтатылған. 64 жылдары? Оған дейін сұлтандық болған. Иә. Алғаш орнаған кезде патша өкіметі жергілікті халықты санасу үшін окружной правительство құрды ғой. Соған қосымша жергілікті халыққа басқаруға сұлтандарды тағайындады. Ол келісті тағайындамаса кімдер көтеріс болған. Қазақты әйтеуір алдап қою ғой, әйтеуір көтерілмесін деп. Ал сонымен бірге ақсақалдарын тыңдайды, билер болған, билер өкімет сияқты. Сонда жаңағы жерде қазір 3 өкімет, бірақ орысқа бағынады. Анау қазақтың бәрі рухани дүниесін жаңағы жасап отырады, билер жасап отырады. Ал енді жаңағы сұлтан орыс патшасымен бірігіп, жаңағы салық жинау деген сияқты экономика ғой. Ол кезде Кенесары хан бар ма? Кенесары хан ол заманда бар, бірақ сол 46 жылда Кенесары талқандалды ғой. Ол иә, бірақ ол бәрібір орыс патшасына қарсы жаңағы не жүріп жүрді ғой. Бірақ сол ана біздің сол кезде патшаға істесе де, патша өкіметіне бағынылса да, ұлттық рухты солар сақтап қалған ғой. Жаңағы билер деген біз ана кейін түсінеміз, байлар, олар бай болды. Олар ақылды болды. Жаңағы сұлтандар да ақылды болды. Қазақ халқын сақтау үшін олар күресті.
бағана жыл. Шарт қойылған, міне біз әкелдің бе, біз енді мешіт саламыз, медресе саламыз деп, сол кездерде басталған. Енді негізінен айтады, Ақтайлақтың заманында басталды деп. Жаңағыдай біздің осы төңірекке Аягөз, мына Абай бар, Аягөз, Ақсуат, бәрі төңірекке осы Ақтайлақтың әкелгені көбейді. Оның алдында бірақ Байғара әкелген. Байғара әкесі? Әкесі, Ақтайлақтың әкесі. Байғара би өте діншіл адам болған. Ол кісі де би болған? Ол кісі де би, осы Төле би дейді ғой, ең үлкен би. Билер көп, сол ауданда әкім, облыстық әкім деген сияқты. Сондай болған ғой, сол кісілер медресе ашқан, соның енді ана Байғараның Ақтайлақтың әкелген емес, мына кім Байғараның кезінде Құрбанғали Халидтің әкесі Халид кеп, осында имам болып, мешіт сап, медресе сап, сол Құрбанғали содан оқыған. Кейіннен ол Шаушекке кетіп, Тауарих Хамса Әл-Шарқи деген үлкен еңбек жазған 5 кітап жазған. Стамбулға барған дәрігер бар. Соның ішінде Аягөз туған жеріміз, Найман өскен еліміз деген бөлім бар. Сонда Аягөздің тарихын жазып, жаңағы Мамырсұлы бәрін кітабы бар. Аты кім автор? Қалай? Оның Құрбанғали Халидтің кітабы. Құрбанғали Халид. Халид. Иә. Құрбанғали Халид. Иә. Ол қазақ негізінде. Несіне барасың, татар сияқты. Соның конференциясында бәрінде мен болдым, зерттеуде. Ең алғаш зерттеуші мен болғам оны. 1846 жылы дүниеге келген Аягөзде. Түсіндім. Соны айттым. Тарихшы. Иә, мына жаңадан орнап, мына жерде ояздар құрған кезде баяғыда 1846 жылы дүниеге осы жерде әкесі Қали деген соң. Әкесі медресе ашуға ықпал жасап, сол медреседен жаңа Құрбанғали Қали оқып, жаңағы мешіт ашады, медресе ашады. Оның алғашқы имамы Нұрсұлтан деді, мен шатастырып алмадым. Сол болған, соң кейін ол жерде дін ғана емес, тарих, математика, дүниетану бәрін оқытқан ғой. Содан ол кісі кейіннен Шаушекқа қалып, сонда имам болды, содан бүкіл дүниені аралап, жазушы, ақындығы бар, тарихшы. Мына орыстың тарихын, Қытайдың тарихын, арабтағы тарихын, қазақтың тарихын салыстырып тұрып, зерттеп, Жаһаннама деген кітап жазған бірінші. Бұл Америкаға Жаһаннама. Олар Америкаға кетіп қалды, бір кезде қудалау көрді ғой. Оны мына естіген Тұрсын Жұртбай аударды деп Шағатай тілінде. Ол заманда Шағатай тілінде жазған. Содан кейін ең үлкен еңбегі сол 5 кітап жазған, ең үлкен еңбегі 800 беттік Тауарих Хамса Әл-Шарқи деген. Ол 5 салалы мемлекеттің тарихы деген сөз. Соның ішінде өзі туған жері, мына осы Сергөпіл, Аягөз. Аягөз туған жеріміз, Найман өскен еліміз деген бөлім бар. Соны жаңағы мына Мамырсұлы бітімі қалай болды деп сөйлесіп, жаңағы ақсақалдармен сөйлесіп, жаңағы ақсақал айтады, мен осындай жасымда әкем айтты деп, сол датаны шығарып, соның бәрін қағазға түсіріп кетіп, қазақтың тарихының үлкен бір несін жасап, Жаһаннама оқу керек дейсіз ғой. Жаһаннаманы білмеймін, Тауарих Хамса Әл-Шарқиді оқу керек. Ол бар. Қалай? Тауарих Хамса Әл-Шарқи. Ол 5 мемлекеттің тарихы деген. Тауарих Хамса Әл-Шарқи. Әл-Шарқи. Бұл араб тілінде? Бұл енді Шағатай тілінде бұл. Шағатай тілі. Бұл енді таза қазақша мағынасы 5 салалы тарих деп айтылады. 5 елдің тарихы дейді. Тек қана қазақ. Шағатай тілі араб тіліне ұқсай ма? Шағатай тілі ол түрік, моңғол, көне тілдермен араластырған. Біз Шағатай тілінде оқыдық қой. Шағатайдың несі бір кезде бұл Шағатай ханды білесің ғой. Баяғыда қазақтар бөліне бастағанда, мына түріктер бөліне бастағанда, соның оқуын нетіп кеткен. Орхан онан кейін жалғасып келген жазу ғой. Соны Шағатай жазуы дейді, Шағатай тілі деп кеткен. Қазір Шағатай тілі бір елді мекенде сақталған ба? Жоқ, Шағатай тілі жойылып кетті ғой. Мына соны татар тіліне ауысты. Көбісі соңғы біз Қазанға барып, татарға бастырдық. Татар мен Шағатай тілінің ұқсастығы бар. Бар екен, Соны кейіннен келіп, қазақтың көне сөздері жойыла бастады да, біз мына Ыбырай Алтынсариннің графасына Ахмет Байтұрсыновқа ауысып кеттік қой. Мына қазіргі тіл. Қазіргі тілдің өзі өзгереді, тілдің ескіреді, жаңарады ғой мысалы. Біздің сонда ана кімнің несі бүкіл осы қазақтың тарихын, жаңағы тарих жазып кеткен Аягөздің тумасы, қазақтың ең ғұлама тарихшысы сол кісі. Оны бүкіл Қазақстан осы жерде туған. Осы Сергөпілде. Жақсы аға. Заң ішінде шіркеу бар дедіңіз, иә? Осында шіркеудің әлі тұр ма ол шіркеу? Бір несі сұлабасы тұр ғой мысалы. Қалдығы тұр осы. Жақсы аға. Оның орнында не болған бәрі? Ал жаңадан салынған ол мешіт қайда енді? Ой, кейіннен сол шіркеу салынған кезде. Ол бұзылып кетті ма? Орны бар ма? Орнында білмеймін қай жер екенін, айта алмаймын. Ана жерде солдаттар қарап тұр бізге. Ана жерде не? Біздің мешіт бар ғой. Қазір Сергөпіл мешіті бар. Иә. Мен сол едім. Сол жаққа барайық па? Қазір маған хабарласады. Осы жерден бастала ма НКВД? Не, мынау әскери военный түрме болған.
мына ауыл шаруашылык ауыл шаруашылык мына жерде кейіннен БСО болды, әскери объект болды. Міне осының бәрі мынаның арғы жері прокуратура болды баяғы. Осы соңғы кезге дейін. Осы жерде түрме болды. Осы жерде әскер келді. Осы жерде баяғы комендатура болды. Жаңағы уақытша келіп қамағында осында келді. Жаңағы жерде. Қазір бәрін өзгертіп міне сап тастады ғой. Солай қарай. Жерде НКВД болған. Иә. Қазір мынау қазір меніме өтіп кетті, жекеге өтіп кетті. Кімдікі ғой деймін. Рысбек сатып алды ғой. Мынада қазір бет лаборатория бос тұр мынау. Қаланың несі. Запасын резервмесе. Мынаны қаптап жасап қойды. Мынада КГБ болған осы. 90 жылдары. Мына біреуінің алдымыздағы. Иә. КГБ болған. Мынада мынау не болды? Прокуратурасы болған. Bir кездер осында НКВД мен бәрі осы. Мына аймақпен қайнап шықты ғой. Соның бәрі жаңағы Сәкен Сейфуллин осы кім болсын, кем болсын жатыр. Осы жерден кеткен мына жерге қойып отырған ғой. Мына соның қалдығы. Бұны қазір мемлекеттің балансын алып жатыр ғой. Бір заманларса, осындай объекттер сатып береді жекеге. Келесі мына сатып береді. Мына жерде жаңағы әскери жаңағы военный прокуратура бір кезде 35 жылдан бері. Жаңағы КГБ, бұрын НКВД, соңғы мына милицияның бөлімі, соңғы әскерлердің комендатурасы болған. Сен жақынтай қалған? Иә, солардың бәрі осы болған. Соңғы бұл жерде уақытша қамау орталығы болған, түрме. Осы НКВД түрмесінен Сәкен Сейфуллинді Алматыға пойызбен алып кетті деген рас па? Енді ол алып кетуі мүмкін. Сәкен Сейфуллинді өткені мына жерде жол бар. Қарқаралыдан әкеледі бұл жаққа. Жаңағы айыпталғандарды күн болсын түнде сол Семейден әкеледі. Семей жақтан мына басқа жақтан әкеледі. Содан осы жерден пойызға отырып алып келіп апарып жүрді. Ол кезде Сәкен Сейфуллин кезінде пойыз тартылған. Мына жерде 28 жылы мына жерде алғаш темір жол өтті. Түрксиб өтті. Содан осы жерде содан бастап Вавилон сарайынан бастады. Содан сол 30 жылдары осы жерде жаңағы силовой структура дейді, жаңағы прокуратура, деген сияқты. Содан кейін әскери орны. Сонда мынау сол 30-шы жылдары салынған мекеме ғой, иә? Иә, осының бәрі ар жағында да солай, жаңағы. Просто олар қабырғалар керемет, мынаны жөндеп алып тастап жаңалап тастады ғой. Мынау енді 70-80 жылдарда ғой. Бақтыөмір аға, осы мекеменің ішінде, осы нысанның ішінде дауыстар шығады дейді. Адамдар сол үшін әлде міне замоктар қанша мекеме бұл жерде жұмыс істеді, қорқынышты дейді. Мен енді естіген, бірақ өзім көрмедім. Адамдар жүрген сияқты дауыстар шығады, азапталып жатқан адамдардың дауысы шығады дейді. Қазір мына біздің роботта бар ғой, уақытша несі бар. Онда ол жерде қинағанда кейін болды ғой. Сол робот болмай тұрған жерде соның бәрі осында болған ғой. Мына жай адамдар болсын, әскери болсын, қайсы болсын, осы жерде ұсталған ғой. Оған қандай қинау өтті. Қанша қан төгілген бұл жерде? Қан төгілді, кім біледі. Иә, ол зерттелген жоқ. Осын жаңағыдан естиміз, бірақ ол зерттелмеген нәрсе. Өйткені Аягөздің тарихын өз соңғы кезде зерттеп отырмын. Аягөзде 28 жылы аудан құрылған, ұрпақ білмейді. Мына Сергопілден ақырын көшіп 35 жылы нақты кеткен. Сонда бірінші Семей қарап, соңғы қайтадан уақытша 39-ға дейін мына Алматы жаққа қарадық. Сол 39 жылы Аягөзді қала деген мәртебе берген. Сол кезден бастап Аягөз Семей облысына кейіннен енді Өскемен қосылды ғой. Сондай тарих бар. Ол тарихтың өзін ұрпақ білмейді ғой. Айтсаң таңғалады не болғанын. Мына тал өсіп кеткен ғой. Осы жерінде здание болған. Жатыр ғой Оның бәрі сол әскери болған. Кейіннен мына КМД-ның несі болды. Дивизияның несі болды. Мына жерде дивизия болды әскери. Содан кейін бәрінде орталық. Бұл жолдың торабы болғаннан кейін мына Қарқаралы жақтан келетін жолда сол жаққа Қарағанды жаққа баратында, былай Семейге, Россияға шығатында, былай қарай Қытайға шығатында, былай қарай Алматыға шығатында, бәрі Аягөз арқылы өтеді. Алматыда Төле бидің көшесінде шығана екен. Бәрі жабық терезе. Терезелерін бәрі жауып тастап, қара бір нәрсемен. Кейіннен прокуратура болды, военный болды, соны білмеймін, сол кезде бұны сатып деп бересің. Жеке меншікке сатып деп? Кейін бір заманда жекеге сатып, одан да осы мемлекеттік нелер салып. Музей жасап қойға болады, да? Музей жасап қойса. Осы мынаған басқа бір халық пайдасы бар нәрсе. Жеке меншікке ресторан салып,
өзінің есіне салады. Карлаг, Алжир сияқты мұражай жасап қойса, балалар келіп, көріп, өзінің Аягөздің тарихын білет. Негізі Аягөзде қазақтың қаны көп төгілген ғой. Мына жердің бәрін өтіп қойса, мына тойда музей жасап қойса, мысалы. Иә. Мына жерге патриотизм деген сол. Ескерткіш жасап қойсын мына жерде сол біздің Аягөзде қайтыс болған. Мен бір нәрсе айтайын. Ата-бабаларымыз. Мына аудан құрылғаннан кейін соғыс кезінде мына жерге фабрика көшіріп әкелген. Москвадан жіп иіру фабрикасы, кейіннен галантерейінде сонымен кілем заводы фабрикасы болды. Ол жолдың темір жолының ар жағында. Сонда 1000-ға дейін адам жұмыс істеді. Соның қасында авторем завод, ол барлық ауыл шаруашылығы басқа нені жасайтын. 500-ге дейін адам істеді. Одан кейін мына депода, локомотивный депо 30-жыл салынды. 1930 жылы салынған. 2,5 мың адам істеген. Бұның қанша несі болған? Үлкен депо. Мен өткенде бұлтта соның бір кішкентай бөлінген адам. Керемет болған. Мен бір есептеп көрдім. Біз кеңес өкіметінің кезіндегі басқа саясатты айтпай-ақ қояйық. Экономиканы айтсақ. Осы кішкене Аягөздің өзінен 15-20 мың жұмыс орнын арқылымыз. Соңыра жақта фош дейді. Мяс кабинет болған ана. Мяс кабинеттің орында жоқ, қазір естап тұрған енді. Мяс кабинеттің өзінде бүкіл Совет одағынан шығатын, колбаса жасайтын, етін ететін бәр болған. Біз армияда жүргенде Аягөз кейде жейтінбіз ана. Түркменстанда неде. Сонда ірі мяс кабинет болған. 16 ПМК болған. Фирзавод болған, мол завод, масло завод. Соның бәрі қазір неге құрмасқа, неге сондай производство жасамасқа деймін. Біз неден айырдық дегенді айтайын деп тұрмын. Одан мына темір жолында вагонный депоның екі депо бар, біреуі эксплуатация дейді, біреуі пайдалану, біреуі ремонт дейді. Сонда үлкен депо. Айта берсе темір жолдың өзінде керемет кәсіпорындар болған. Сонда бір есепте Аягөз су строй болған, Аягөз трес деген болған, сельхозхимия, кәсіпхозтехника, соның облыстық тұтынушылар несі 5 ауданға. Сонда 20 мыңға жуық жұмыс қолынан айырылып қалыппыз. Аягөзде сол кезде біздің кішкентай кезімізде 60 мыңдай халық тұратын әскерде. Қазір 40 мыңға жетті. Сонда мен ойлаймын, Совет өкіметінің мынаны дамытып, соның біреуі де жоқ қой. Бір жұрнағы да жоқ. Бір кәсіпорын дұрыс ашылған жоқ қой. Бақтыөмір аға, негізі жалпы приватизация деген компания дұрыс болмады. Дұрыс емес. Сол дұрыс болмады. Сол приватизациядан кейін бәрі құрыды. Совет өкіметінің экономикасы жанып тұрған кездері болды. Қара халық жұмыс істеп ақшасын тауып жүріп, о жағынан плюстары бар әрине. Бір 60-шы жылдары, 80-ші жылдары, 70-ші жылдары реально Совет өкіметінің жақсы дамығаны қазаққа пайдасы болды. Ал енді оған дейін 40-50 жылға дейін қазақтың қаны төгілді, қазақ азаппен соғыста бір қылды, Голодомор бір қылды, НКВД бір қылды. Бірақ енді бір сол 60 пен 80 жылға дейін бір 20 жыл жақсы өмір сүрді. Сол кез айтып тұрсыз сіз. Сол заманда айтып тұрсыз. Иә. Жаңағы азамат соғыс 16 жылдан бастап 1916 жылдан бастап үйін жарлығы деген болған. Үйін жарлығы деп қазір әлем күнін дұрыс айтпайды оны. Қалай? Үйін жарлығы, маусым жарлығы. Патша үйін жарлығы. Қазақтан әскерге алмаймыз деп уәде берген. Оның үлкен ар жағы астарын қазақтар ұқпайды. Сода саясат жүргізді. Қазақ қару алса қыртса атыр халық. Сондықтан оған әскер алмаймыз деп. Бірақ Германиядан жеңіп тасталған шыға бастаған кейін 16 жылы окоптың жұмысы деп қазақ әскер алмайды. Соның наразылық бастап, соны сылтаулатып көтеріс бүкіл қазақ көтерілді. Үйін жарлығы. Қай жылы? 1916 жылы. Иә. Содан Бекболат Қытайға аударып, әдей 300 мың адамды Қытайға аударып, ататыныз Бекболатты дарғастым сөз. Енді содан қазақты қыру содан басталды. Одан кейін енді революция біреу ақ болса да қырып кетеді, қызыл болса да қырып кетеді. Одан кейін кетті 22 жылы айтылмайды, 21-22 жылы алапат аштық болған. Иә, первая волна Голодомора. Содан кейін күштеп колхоздар үшін тағы қырылды қазақ. Коллективизация деп тұрған. Иә, коллективизация деп. Одан кейін ана репрессияға қазақтың қалған нелерін оны құртты. 30-31 тағы бір ашаршылық болды. 30-31 соны айтып отырмын. Қатты ашаршылық болды. 20-21 тағы бір ашаршылық болды. Иә, екі ашаршылық болды. 31-ның алдында коллективизация болды. Соған сол кезде көп айтылмайды. Сол кезде 29-30-31 аштықтың алдында қарсылық көрсеткен зиялы жаңағы қазақтың сүрпетіне шыққан мықты батырын біреуін бай, біреуін молда, біреуін бәйенді қырды оларды. Түрмеге сол жылдан соң отырғызды. 37-ге емес, 31, 32, 30 жылдар түрмеге шетінен қамаған қазақтың бас көтерді. 38-ге дейін атты ғой бәрін. Содан кейін бір бал өткеннен кейін 37-те бәрі нормальный қалпына келген кезде, қалпына келіп қалған кезде тағы да жиналып қалды.
ана Жапонның шпионы, Қытайдың шпионы, бәленбайдың шпионы. Алашорданы құрды. До седьмого колена. Алашордашылардың негізінде 37 емес, ең құрғаны, мына кімдер атқаны, Ахмет Байтұрсынов. Ертерек. Ол 34-те соңғы. Сол кездерде алашордашылар деп қырып тастады. Даже достарын, таныс көршілерін бала шағасына бәрін қырыпты ғой. Енді одан кейін отан соғысы болды. Отан соғысынан кейін қазақ азайған, қазақтың үстіне серийна қазақ тегер керек болды. Бұл жерде Қонаевтың бір үлкен рөлі бар тарихта. Бұны енді көп адам білмейді. Мына тыңға келгеннен кейін екіншіден бүкіл халықтың алдында соғысты сылтаулатып Кавказдықтар да келді, оның алдында Корейлер де келді, қазақтың жерін әйтеу қазақты құрту үшін төге берді ғой басқұлықты. Ол жылдар украинецтер, бәленбай, түгенбайды бәрін әкелді. Тың игерген жоқ, қазақтың жерін игеру. Көрінген жер жыртып, совхоздар құрды, айтты бітті. Сонда Хрущев переселение. Переселение. Хрущев бір Қонаевтың басы деп кеткен жер. Бұлар айтсаң жоқ қылып жүреді. Ташкент шықты, құртты ғой Ташкент. Сонда Брежневпен достығын пайдаланып, Ялтада жатқанда Хрущев айтқан екен, міне әкелдік, тамақ жетіспейді, мал азайып кетті. Сіз Сталинді әшкерледіңіз 20-шы съезде. Сол Сталиннің жазықсыз жазаланғандарын кешірім бердіңіз, түрмеден шығарып жатсыз. Енді сол қазақтарды да қуалап Қытайға өтіп кетпеді. Басқаға кетпеді. Соған кешірім беріп, қайтарайық. Мал бағатын адамдар, халық сол мал бақса, ана елдің шаруашылығы тамақ болады деп, сол бір паспортпен деп бәрінбай адам көшіп алған. Ол 80-ші жылдары деді. 55-ші жылдан бастап көше бастады. Содан кейін Қытай қазағы. Мына астық өндіру азайып, содан кім Хрущев жүгері өндіргеннің пайдасы болған, жүгері беру керек халыққа деп, сол шығарып одан бір қарсылық шығып, содан кейін тағы да өндіріс үшін деп Қытайдың қазағын көшіріп аламыз деп 62 жылы бір ваннан бұра өтті. Соның есесінен біз 21%-ке шықты, 18%-ке шыққан, 23%-ке шықты. Өз елімізі азайып. Сол кезде шықты, мына серийный крайлар құрамыз деген Қазақстанды бөлшектеп тастау керек. Соны халықаралық конвенция бойынша 15-16% болса, ол мемлекет бөлшектеп тастау болады екен. Ұлты сондай. Соған жақындап қалған ғой. Соның Қонаевтың арқасында көшіріп, енді статистиканы қараса 60-шы жылы 23% болып кеткен. Наоборот, жаңағы көшіріп алып, бір байқамаған ғой. Кремльдің политикасы қазақты бөлшектеп тастау? Бөлшектеп, мына мемлекетті, қазақ деген мемлекетті құрту ғой. Құрту, бөлшектеп, мына жақ дұңға, мына ұйғырдікі, мына орыстың районы деп. 7 облыста Россияға қоспақшы болды. Мына жақты Өзбекстанға бере салады. Соның үшін арзан мынаның бәрін алып кетеді, жетеді. Қытай бар. Соны ештеңе қалмайды, қазақ бір Қырай сияқты бір екі облыстығында қалмайды. Қытаймен де жақсы болды ғой олар ол кезде. Енді сонда біздің тарихи тұлғалардың кейін аман қалған тарихи тұлғалардың үлкен еңбегі бар. Мына WhatsApp-та неше түрлі жазады ғой, кеткен адамның бәрін жамандай беруге болмайды. Болмайды. Енді Хрущевтің істеген жаңағындай, ол қылмысын айту керек. Енді жаңағындай соның арқасында Брежневтің екеуінің достығының арқасында біз 23% болып егемендігімізден содан кейін айырылмадық. Өнеркәсіпті осында әкелгеннен кейін ұлттық кадрды Қонаев көтерді. Бұрын қазақ ешқашан бастық қылмайтын, сирек. Ондай енді оны біз білеміз. Содан кейін мына экономика совхоздар құрғаннан кейін совет экономиканы сол 65 жылдан бастап 85-ке дейін примерно. Осы аралықта алтын ғасыр дейді. Біз сол кезде өстік қой, білеміз. Еңбек тәртібі болды о заманда. Содан кейін бұл бастады. Жаңағы курортқа барасың, тексеру бар. Алтын ғасыр. Алтын ғасыр деп айтады. Мен біз көрдік қой. Мектепте оқығанда да керемет болды. Мен мына мектепте оқыдым. Содан кейін бері қарай мынаның ар жағында. Содан кейін 85-тен бастап бұзыла бастады. Ана кім кетті ғой? Өкімет ауыса бастады да. Горбачевтың кезінде бұзыла бастады. Сол мына шаруашылық есептеді. Бұлар коммунизмді құрудың басқа жолын таңдаған ғой. Қытай Троцкийдің жолын таңдаған. Соны ұсақ буржуазияны құртамыз деді, бірақ ақырында біртіндеп келіп өздері мына мемлекеттік қызметкер ұсақ буржуазияға айнала бастады. Әділетсіздік кете бастады. Коррупция жаңағы. Сол кезде формализм, бюрократия деп еді ғой сол кезде. Соны Брежневтің кемшілігі сол жағын босатып алды да ояна бастады. Қазақтың бір бала бақшасы болған Алматыда. Сонда Алматыдан Қонаев 4 бала бақша
аштық та. Ерте өстік. Бірақ мектеп болыпты ғой Алматы, қазақ мектебі. Бірақ вообще ол бір мектепте жаппақшы ғой. Соны қонайып 4 балабақша аштырды біздің кезімізде 80 жылдар. Содан 3-4 мектеп соны араласты аштыра бастады. Соны ауылдарда мектептер аралас болсын. Мүлдем орыс класстарын ашып тастаған ғой бір кезде. Сол сөйтіп қазақтандыра бастады. Соны пайдаланды. Қонаевтың еңбегі зор екен, ұлтқа. Мына Аягөзге келген. Қай жылы? 74-пе сол жылдар келеді. Сонда кім деген университет деген бірінші хатшы екен. Аягөзге келеді. Мына жақты болады. Бұның енді несі әйелі жолдасы осы жақты қой. Кімнің? Қонаевтың. Камал Қадыржановтың апайы бар. Осы әйелі орыс? Әйелі Камал Қадыржанов Қонаевтың апайын алып отыр. Иә. Сонымен бұрында келген. Сонда Аягөзге не істейін деген ғой. Бәрі жақсы екен. Аягөзге не істейін деген ғой. Ана кісі айтты, бізге телевишка жоқ. Үлкен халық көп, больница дұрыс жоқ. Больницада маршруттың ар жағында тұр ғой, сонда ғана болған. Больница болған. Деп соны кейін мына жақта көпір жоқ. Деп үш нәрсені айтып қапты. Телевишка, орталық больница. Анау 60 000 тоннаға арналған астық бетін элеватор ғой, ол жұрнаған элеватор. Осы ғана ма деп соны қаржы бөлдіріп салып кеткен ғой, сол үшін мынаны. Аягөзде бір жерге, ол ана кісі қорқақтарын көп айтсам бермей. Сонда жаңағыны салдырып, сол 77 жылда салып біттім. Бір ақ жылда салдым. 5 этаж ана элеваторды қосып жасадым. 5 этаж аурухана ма? Иә. Соны Аягөзде сол жылдар салған. Ал жақта телевишка жасаттық. Қонаевтың келгенде бір шапаға тиіп кетті. Тан жақтағы телевишкасы Қонаев атамыздың арқасында дейсіз ғой. Енді соны жүрген жерінде қай жерде сондай проблема болса сразу ана ақша керек, оны бүйту керек деген емес, сразу бөлдіріп жасап берген ғой. Аягөзде сонымен Қонаевтың жобасы болған еді. Мына Тарғыбатай облысының орталығы облыс ашпақшы ғой. Аягөз жобасы бар, әлі күн сақтағанша. Сол Қонаев тұрса, 1-2 жылдан кейін мынау Аягөз Тарғыбатай ауыл шаруашылығы облысының орталығы болса. Сондай бар, енді Аягөздің айта берсе, сол нәрсесін айтуға білемін. Жарайды, тоңып қалдық тағы да. Кірейік машинаға. Міне осы бұрынғы НКВД-ның нысаны. Осы жерден Сәкен Сейфуллин атамызды пойызбен Алматыға алып кеткен деген деректер бар. Ау. Келген дейсіз ба? Қалай келген, иә, осыдан. Осы Аягөзде болған. Оны келесі жылы айтып беріңіз. Енді қазақтың бір жаман әдеті рушылдық деген бар. Рушылдықты білу керек, ата текті, қанды білу үшін білу керек. Ұрпақты өзі отыруға кетеміз. Бірақ жыныстықты бөлу керек. Болмайды. Бұл рушылдықпен қазақты әлі көре алмастық жаман әдеттер. Орыстардың бізге беріп кеткен несі? Бізге мұрасы қазақ. Разделяйын и властвуй деген. Солай. Болыстыққа бір-бірімізді санасып, содан шығамыз. Бөлде, биле деймін. Бөліп алда биле. Енді қазір айтайын деген қазірде сондай саясат жүрмейді. Мына жаңа қазақстан құрамыз едік. Өте дұрыс. Психологияның бәрін өзгерту керек. Сананы өзгерту керек. Менің өзі сана деп жазғанымды әлі түсінбейді. 15 жыл сананы өзгертпей естіген ғой. Сана тұнық болу керек. Ешкімді санасы деп айта алмаймыз. Бәріміз санамыз. Бірақ былай сана. Президент Назарбаев не болды? Былай сана. Сана тұнық болу керек. Ол әділ болу керек. Ол еңбекқор болу керек. Ол білімді, ол мәдениетті болу керек қой. Енді қазір айтайын деген бізде қазір таға бастады. Жігітке. Мен Тоқаевтың ар жағында шатағым жоқ. Қазір. Бірақ молданың істеген істем айтқан. Бізге мына Тоқаевтың айтқан керек. Коррупцияға қарсы күрес керек. Шағын жолдар орта бірлестікті көтеру керек. Мынау руханинен тазалау керек деген. Оны жүзеге асыру керек те. Бірімізбен біріміз айтысып, тартысып қажет жоқ. Бірігу керек. Қазақ бірігу керек. Осыны бір айтып жүріңізші. Әр адамда кемшілік бар. Бәрімізде бар. Оны айтып керегі бетке басып керек емес. Енді соны düzeyді, бірақ ол адамға өзін өзі де керек қой, әр адам өз қатерін өзі де керек. Жоқ, сол кемшіліктерді бетіне басып, ол андай, ой, ол жаман, ой, мынау жаман демей, бірігу керек. Бірігу керек, қазаққа бірлік керек. Бірігу? Мемлекеттігімізді бірлік сақтайды. Тек қана қазақ емес, қазақстандық деген. Ана жолы 13 қаңтар күні еске алу, 40 күні болды ғой, митинг болды ғой.
Биздин бозоктордун кайтып болгонуна 40 күн болду. Сол кезде жиналды го биздин оппозиция. Сонда бири-биринен микрофонду жулуп, бири-бирине сөз бермей, ойбай оган сөз бермей ол мындай, ол ананын адамы, ол мынанын адамы, ол КМБнын адамы. Сондай ят болгон экен. Бірлік керек, сол анаңды мына бүйтіп кеткен сөйтіп біле керек қой. Ертең өсіп жүрген пайда, осы пайдаланып, ана айғақтар болсын, кімдер болсын, тасталқан шығымыз ештеңе шығарса, біз ештеңе себебі арамызға жексатса, сондықтан бірімізді біріміз қазбай, мына айтылған нәрсені орындап, оны жүзеге асыруға күш салу керек қой дедім. Мына Аягөз қайда барасың деген өлең бар ғой? Соны кім жазған ғой? Дулат Бабатайдың өлеңі. Аягөз қайда барасың деген Дулат Бабатайдың өлеңі. Ал енді Аягөз ару Мұқағали Мақатаевтікі. Ана Тұрсынғазы Рахим орындап жатыр ғой. Аягөз деген аяда бұлақ деседі, жұрттардан қалған жұмбақты кімдер шешеді деп сөздер бар ғой. Аягөз ару, Аягөз ару, махаббат елі кешегі деген жолдар бар ғой. Қазір кешедегі бар. Мұқағали Мақатаев бар, шығарып кеткен. Махаббат моласы деген. Ол қазір бір өлең қылып жатыр. Махаббат моласында тағылым. Сонымен Аягөз ару деген. Жол түсіп бір пақ танысыққа бара қалсаңыз, бір көрінген молаға деген жолдар мен просто жай несін айтып. Сол екі керемет өлең. Сол Тұрсынғазы Рахим болған ән жазып, әлі күнге орындайды ғой. Ал жайға Аягөз қайда барасың деген ол толғау, ол Дулат Бабатайдың толғауы. Оны бәрі айтылған. Дулат Бабатайдың зиратында Ақшатауда. Жаңағы қазір өшіп жатыр Дулат Бабатайдың, мен Гагарин көшесін береміз деген. Жатқан жаңағы бізді қазақты 16%-қа түсіріп, бөлшектеп мегемендіктен айыру политикасы болды дедіңіз ғой Кремльдің 50-ші жылдары. Сол сияқты сол жылдары ма одан ертерек па біздің ұйғыр бауырластарға да егемендік бермей қойған ғой, Қытаймен жақсы болған ғой. Шығыс Түркістан ұйғырдың жері ғой. Тоже ұйғырдың жері емес, қазақтың жері. Қазақ пен ұйғырдың тілдестің жері. Қайда барасыз дағы? Жұмысқа қаласыз? Үйге апарсайын ба? Жоқ, мен осыны. Бұл ұйғырдың несі бар? Жерін айтайын ба? Иә. Қашқар, Қотан, Тұрфан деген үш несі бар. Ұйғырдар соңғы өте. Қазтыратырмыз. Шығыс Түркістан деген біріккен мұсылмандар мемлекеті болып қазақ жерінде болған. Алтай, Тарбағатай, бұл атамекен. Бұл біздің қазақтың жері. Қазақтың жері. Ар жағында Байөлке дейді, Байөлке Моңғолия кетіп қалды. Байөлке, қазір Моңғолиядан кетіп қалды. Осылар шекара бөлінген кезде, орыстың қазақ болған кезде 1868 жылы қазақтан сұрамайды. Біле салып, мына үш облыс неден ақ бар. Қазақтар әлі 4-5 миллион қазақ бар сол. Қазақтың керемет шұрайлы жерлер. Сол Байөлке арғы артаға бар. Сол бұны Шығыс Түркістан деп атайды. Мына жоңғарлар, мына ұйғырлар, бұның алдында Қытайлар жаулап алған. Тұрфан, Қашқар, Қотан деген үш несі бар. Ұйғырстан құлағаннан кейін жаулаған. Сол бұларды Сібе Солаң Дағыр дейді. Солармен қос ұйғырларды бері қарай Шығыс Түркістанға мұсылмандар көп. Не бар? Біраз елдер бар енді. Соның бәрін дүнгендер бар. Осы мынаған көшірген ғой, қазақтың жеріне. Соны жаңағы Сібе Солаң Дағыр неше түрліктер бар. Соны жаңағы ұйғырлар деген көшірген. Соны олар ақылдап қазақтың жеріне мекендей бастаған. Соны кейіннен ұйғырлар да қайта көтеріліс жасайды, дүнгендер де жасайды. Дүнген соғыс, ұйғыр соғыс деген болады. Сол жерде қазақтың жері айтып бір халық болсын ағайындасып қазақтар жерін берген ғой, кіреберінден мұсылманбыз бірге соғыстың неше түрлі. Соны бұл мұсылман діні мықты ұстанған діні мына дүнгендерден не болды. Кейіннен Шығыс Түркістан деп, мына үлкен Түркістан, Өзбекстан, Қазақстан, Түркменстан, Қырғызстан, осыны үлкен Түркістан деп атады да, Шығыс Түркістан, Шығыстағы Түркістан деп аталып кетті. Ол қазақтың жерінде жағы сен айтып отырған самолетпен өлтіргенді айтайын. Сондай бір дерек бар, оқыған едім. Иә, ол уйгурская делегация летела в Москву, чтобы... Уйгур емес, ол өтірік айтады, қазір мен айтамын. Ол жерде Шыңсысай деген бөлек мемлекет құрды, Қытай революциясы жүріп өткен кезде. Жапониядан сол ес шығып қойды. Сол мемлекет қазақтарды ұйғырларды апарып тіріден кешіп, издевательство көкесін бізде жоқ. Тіріде алдап конференция өткіземін деп қазақтың жандарына алып та мөшекесті бірін-бірін үстіне қағыпсып өлтірген ғой. Қырған, оның ішінде ұйғырлар да бар, әсіресе қазақтарды қырған жерін алу үшін. Соның қазақтар ашылып көтеріп, ұйғырлармен қосылып, қырғыздар бар, ұйғырлар бар, өзбектер бар, дүнгендер қосылып, мұсылман елдер Шығыс Түркістан мемлекетін құрамыз деп, жаңағы Шыңсысайдың мемлекетін тастаған шығып, ан жақта 45 жылы, 44-45, оның алдында да болған, енді қысқаша айтып отыр.
Қытайдың әскерін, Шыңғысайдың әскерін Шаңқайшы деген несі бар. Белгвардия сияқты ғой, қайғылы кетіп қой. Соларды қолап, оған мына біздің Совет өкіметі мемлекет керек болды да, орталық. Қолдап, солардың кәдімгі соғыс аяғында Жапонияның жерінен сол инструктор жүріп, Қытайдың әскерін тасаққа шығып, Шығыс Түркістан мемлекетін, мұсылман мемлекетін құрған. Мұнда Шығыс Түркістан мемлекеті қазақтың жерінде болды, ұйғырлар көптеу болды, дүнгендер болды. Соған кейін 49 жылы Қытай коммунистік несі құрылды ғой. Партиясы құрылып, Шығыс Түркістан еткен кезде бұл мемлекет керек жоқ болып қалды. Алло, қазір алло. Сөйтіп Бақыт Өмір аға екеуміз бүгін Аягөзді шарлап, кішкене 2-3 жерге барып, тарихи деректермен танысып, Бақыт Өмір аға өзінің жаңағы білгенін айтып, болашақ ұрпаққа құлағына алтын сырға деп. Сондай мақсатпен біз Аягөз тарихи деген бір цикл бастадық. Бақыт Өмір ағамыз журналист. Ахмет білер ғой? Кім керек? Ахмет. Ол бұсатын кездесіп кетті. Органдыңыз онда? Осылай келеді ме? Иә, сол жерде қарайды. Жарайды. Ахмет деген бір олты ұйғыр, генерал Дайырхан қазақ, сонымен әскер басы қырғыз, осының аз ұлттың болған ғой, 12 көшен болған ғой, сол мемлекетті құрту керек болып, ниетті үшін Сталин мен Мао Цзедун келісіпті, конференция шақырттық, алдып шақыртып Самаевтың қосып берген. Бұлар біреулер айтып, Байкалдың түбінде апат жасаған ғой. Бұл ұйғырлардың емес, бұл Шығыс Түркістан, қазақ, қырғыз, Шығыс Түркістан мемлекетті. Сонда оларды, сол біздің жерімізді, территориямызды Қытайға беріп қойған Кремль ғой? Кремль болғанда, иә, Кремль болғанда, жаңағы қазақтан сұрамай-ақ бөле сағын ғой, біздің шоғымыз қалып қой. Мысалы үшін, менің әкемнің ағасы Қытайдың жеріне, мына Зайсандардан Қытайдың жеріне алып, інісі мына жерде. Соны алғанда бөле сағын ғой бұлай. Сонымен енді елдер айтады, неге Қытайға қашты, Қытайдан неге келді дейді. Қытайға қашқан жоқ, өз жеріне қашты. Иә, мынандай болған, жаңа 16 жылға құрған кезде кім қабылдайды? Анау қазақтар ойбай, мына қазақ қырып жатыр, 30 жыл аша тұтады, жағдай жақсы көшіріп алып отырды. Ал Совет өкіметі ол деректі былай келтірді. Олар предатели, они убежали в Китай. Қытайға қашып кетті, сендерді тастап деп солай келтірді ғой. Әлі күнге дейін біздің қазақтар өйтеді ғой. Ой, біздің оралмандар, олар Қытайдан бізді тастап қашып кеткен, дейді. Мен айтып, қашып кеткен дұрыс болды. Олар өздерінің румықтағын сақтап қалды біріншіден. Екіншіден олар өз жеріне қашты. Қытайға қашқан жоқ. Енді мен бір нәрсе айтайын. Сол осы мен жаздым көп. Бір не кетті сен өкілді. Бай, менен бай кетті. Көкені революционады ғой. Мен Қытайға еріксіз кетіп барам. Ол жерде біздің ел бар. Қытай деп атаған. Әйтпесе мені өлтіріп тастайды. Бала шағам. Сендер немене дабырлады жасында кедейлер бармаңдар, қалыңдар жерде. Бірдеңе өмір сүріңдер деп айтып кетті. Байлардың бәрін атып тастады ғой. Біз суда ескілетті. Қалдырмайды екен. Содан кейін мынандай әңгіме бар. Жер деген өте күрделі нәрсе. Шекара деген ойыншық емес. Содан егер туысқаны болмаса, ол кезде шекара не болады? Мысалы үшін менің бір сиырым мына жерге түсіп кетсе, мынаны сиырге түсіп кетті ғой етесің. Сен мысалы сен менің территорияма кіресің, немен рұқсат кіресің дейсің. Мыңдаған халық қалай кіреді? Ана өзің біреу ауыр, біреу бауыр, көшіріп алып отыр. Кейде мына жаққа келгенде қалды қалды жаңағыда, қонайдың қасында. Сол өзімізді халық просто ана жігітке бөріп ету үшін ол жақта да репрессияның көкесін қазақтарды құртты, қазақ емес, ұйғырмын ғой, бәрін құртты. Иә, Оспан Батырымыз бар. Соны ана Оспан Батыр айтатын, мен жиналысқа бармай сездім ғой. Мен ана неге бағынбаймын деп тәуелсіздік үшін 51 жылға 52 жылға соғысты жеңіліп қалды. Керейлерге ақ болды, қалғандары Шығыс Түркістанда әскері мен несімен қосып алдық. Көрдің бе қалай баяды? Сонда ана Шығыс Түркістанда әскері соғысса жеңе алмауы мүмкін Қытайды. Сонда ана мемлекет сақталып қалды. Сол үшін әскер бастығы Сқақбек деген Ахмет Афенді дейді жаңағы ұйғыр президент сияқтысы. Сқақбек не Дәлелхан Сұлыбаев деген қазақ, ол әскер басшысы. Солардың бәрін бір самолетқа жинап, сонда кім бармай қалған? Башбай мен кім бармай қалған? Оспан Батыр. Оспан Батыр сезген. Оспан Батыр мынау Моңғолмен де Қытаймен де бәрімен араласқан неткен ғой.
қазақтың жерін бермеймін, қазақтың жерін екпеймін деп. Мен ана орыстың генерал атағын алмайын деп тұрмын. Енді ол үлкен тарих. Сонда міне қазір әлі ұқпай жүр. Бізге жайында ұрушылдық, мынау арғын, мынау найман деген жаман нәрсе. Орыстар қалдырған. Қазір анау жерсіздік, анау Қытай бүйткен дегенде орыстар қалдырған. Сол міне бір нәрсе, сол 55 жылы барды, 67 жылы келді, мысалы үшін бері қарай. Ана жақтан соғыстар бар. Келді ғой. Солардың арқасында қазақ сақталып қалды. Солардың ұрпақтары. Мен қазір Бәленбай министр қазір олар байлардың, нелердің балалары көп. 1,5 миллион қазақ бар ғой Қытайда. 1,5 миллионнан көп шығар. Қазір көшіп келгендерден. Содан кейін мына бір нәрсе айтатын, қазақтың өзінің элитасы сақталғандар бар сол. Келді ғой мысалы. Солардың қазір балаларын қарасаң, еті қоймайды. Біреуі қыздары да мықты, неде мықты, араласып кетті. Қазір оны бөлуге келмейді мысалы. Қазір ғалымдардың Бәленбай проценті сол жақтан келгендердің болды. Өте жақсы ол жақтың қызың оралмаған қандастары. Содан кейін мына жақ орыстана бастады. Білімі, көзқарасы, қазақилығы қалай әдемі сөйлейді аналар. Мен де бар достарым Алматыда. Анаған тілі мен аузым ашылып қалады, біз етіп сөйлей алмаймыз. Ана как айтады ғой, мен өзім орысша оқығам. Таза қазақша сөйлейді. Балдай ғой, тәтті тілдері бар ғой. Бір білмейтін сөздерді қосады ғой. Біз білмейтін. Енді ол үлкен әңгіме тағы керемет. Мен оларды сыйлаймын. Анда кіріп бір нені көріп тұршы. Жақсы, жүріңіз. Қазір.